Баршаларыңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дастарханның сәнін келтіріп тұратын әдемі раушан гүлді жұп-жұмсақ булочка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен мискамызға творогты салып, одан кейін 4-5 ас қасық қантымызды салып, дрож, 1 стақан сүт, шым-шым тұз, 1 дана жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Оны да кішкене араластырып, елегіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз. Жай-жайдан салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қолымызбен әдемі жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Менде әлі де ұн аз болды, үстіне тағы аз-аздан салып, жақсылап қамыр иледім. Қамырымыз жабысып жатса, кішкене сұйық май жағып жіберсек, жабыспайды. Қатты сұйық та қатты ұнды болып кетпеу керек, жұмсақ болу керек. Одан кейін әдемілеп иленген қамырымызды таза пакетке салып, орап, ашығанша, көтерілгенше жылы жерде демалдырып қоямыз. Әдемі болып көтерілген қамырымызды бәрін бөлшектерге бөліп, дөңгелектеп, бірдей күлше жасап аламыз. Тағы да күлшелерімізді жасап болғаннан кейін 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай домалақ күлше қылып жайып аламыз. Салмасына вареный сгущенка салдым. Жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, жан-жағын. Сөйтіп қарама-қарсы түйіп шықтым. Тағы да бір қамырымды жайып көрсетемін. Жайып болғаннан кейін 1 шай қасық жетеді салмасына. Осылай кесіп аламыз. Бірінші түйіп аламыз. Қарама-қарсы жақтарын осылай. Жақсылап түймесеңіздер, піскен кезде ашылып кетеді. Салмасын көп салмаймыз, шығып кетуі мүмкін. Фольгаға жабысып қалады деп қорықсаңыз, осылай сұйық май жағып шығыңыз астына. Қатты бір-біріне жақындатып салмаймыз. 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқа жақпаймыз. Осылай пісіп дайын болған булочкамыздың бетінен қанттың ұнтағын сеуіп шығамыз. Ас болсын.